Сәлем балақай. Бүгінгі сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Математика сабағынан 7 санының құрамына байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпа. Ендеше оқулықтағы мына бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суретке қара, әр суретте кітаптарды сана. Әр суретте 7 кітаптан болу үшін неше кітаптан қою керек? Енді бірінші суретін қарайтын болсақ, 2 кітап берілген. Енді бұл жерде 7 кітап болу үшін тағы да жанына неше кітап қоюымыз қажет? Бұл жерге 5 кітап қоюымыз қажет. Келесі бұл суретте 6 кітап берілген. 7 кітапқа толу үшін біздер жанына 1 кітапты орналастыруымыз қажет. Келесі қатарда 3 кітап орналасқан, 7-ге толтыру үшін жанына 4 кітап қоюымыз қажет. Енді бұларды келесі қатарда тұрған оқулықтардың санымен біріктіретін боламыз. Бірінші қатардағы 2 кітапты келесі қатардағы 5 кітаппен біріктіретін боламыз. Келесі екінші суреттегі 6 кітапты келесі суреттегі 1 кітаппен біріктіреміз. Келесі қатардағы 3 кітапты келесі суреттегі 4 кітаппен біріктіреміз. Сонда барлығы 7 кітаптан болады. Келесі бұл жердегі 7 санның құрамын мысал арқылы толықтырамыз. 5 қосылған 2 бұл 7 санның құрамы. Келесі 7 санын алу үшін біздер 6 санына 1 санын қоссақ жеткілікті. 6 қосылған 1 тең 7-ге. Келесі 3 сан арқылы 3 қосылған 4 тең 7-ге. Келесі 7 санының құрамын айт. Бұл жерде қандай санға қандай санды қосқан кезде 7-ні аламыз. Мысалға 6 көк кітапты көріп тұрмыз. Оған 1 қызыл кітапты қосқан кезде барлығы 7 кітап шығады. Келесі 5 көк кітапты көріп тұрмыз. 7-ге толтыру үшін оның жанына тағы да 2 қызыл кітап қажет болады. Келесі 4 көк кітапқа 3 қызыл кітапты қосамыз. Сол кезде 7 санын алатын боламыз. Келесі 3 көк кітап берілген. Оған жанына тағы да 4 көк қызыл кітап алып келетін болсақ, бізде барлығы 7 кітап шығады. Одан кейін 2 көк кітап берілген. Оған 5 қызыл кітапты әкеліп қосатын болсақ, барлығы 7 саны шығады. Келесі 1 көк кітап, оған 6 қызыл кітапты қосатын болсақ, барлығы 7 кітап шығады. Осылай мысал арқылы 7 санның құрамын алуға болады. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Бұл жерде біздер берілген кітаптардың көмегімен есептер құрастыратын боламыз. 6 көк кітап берілген. Оған 1 қызыл кітапты қосатын болсақ, барлығы 7 кітап болды. Келесі қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Енді оны азайту арқылы тексереміз. Берілген оқулықтардың ішінен 1 қызыл кітапты азайтамыз, алып тастаймыз. Сонда 7 азайту 1 тең болады 6-ға. 6 көк кітап қалып тұр бұл жерде. Келесі 6 көк кітапты шегеретін боламыз 7 кітаптың ішінен. Сонда 1 қызыл кітап қалады. 7 азайтылған 6 тең болады 1-ге. Келесі бұл жерде барлығы 5 көк кітап берілген. Олардың жанына тағы да келіп 2 қызыл кітап қосты. Сонда барлығы 7 кітап пайда болды. 5 қосылған 2 тең 7 деген өрнек шығады. Келесі бұл жердегі қосылғыштардың орнын тағы да ауыстырамыз. Сонда 2 қосылған 5 тең 7-ге деген өрнек шығады. Келесі бұларды азайту арқылы тексереміз. 7 оқулықтан 2 қызыл оқулықты азайтып тастаймыз. Сол кезде барлығы 5 көк оқулық қалады, кітап қалады. Келесі барлығы осы берілген 7 кітаптың ішінен 5 көк кітапты азайтып тастаймыз. Сол кезде қалатыны 2 қызыл кітап. Келесі берілген мысалда дәл солай шығарылады.
Келесі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Оқушылар кітапқа арналған бет белгі жасады. Олардың әрқайсысында көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек? Бірінші, 7 қызыл түсті өрнектің суреті болуы қажет. Енді бұл 7-ге тең болу үшін оның жанына тағы да 4 түсті осындай өрнек қосу қажет. Келесі белгіде 6 жапырақшаның суреті болу керек. Оның жанына тағы да 4-теуін қосамыз. Одан кейін 5 жұлдызша болу керек. Бұл жерде 4-теуі бар. Ол үшін жанына тағы да 1 жұлдызша қосуымыз қажет.